Аңсар мырза, бүгін ғой. Әсе неге мазасы болмай отыр десем? Сәлем, жігіттер. Сәлем. Салық комитетіне соғам деп кешіп қалдым. Ренжімеңдер. Сәлем. Ештеңе етпейді. Бастысы ашылу салтанатқа үлгерсек болды. Айтпақшы, сен барасың ғой? Я, әрине. Сонымен, менің 2 жаңалығым бар. Жақсынан бастай берейін, я? Жаман жаңалық қыз оқымышы. Құттықтаймын. AG Group қара тізімге еніп үлгермепті. Рас па? Я. Сонда... Бір аптадан соң шешім шықса, жұмыстарыңды қайтап бастай берсеңдер болады. Әсе, осы тұрғанда саңға ешқандай тексеріс келмеген еді. Келмейді де. Компания құжаттарынан заңға қайшы келетін әрекет таппаған. Таппайды да. Өзіміздің жұмысқа кірісуіміз керек. Әйтпесе әкем демалысқа кетті. Жаманын айтайын ба? Я? Жаманы сол, енді демалыс, жеке өмір дегенді ұмыту керек. Жұмыс көп. Ал бұл біз үшін керісінше жақсы жаңалық. Солай ма? Айтпақшы, Мәлік мырзамен татуасыға тура келеді. Мынау енді жаман жаңалық. Татуласамыз ғой. Бірақ бізге сол кісіден құтылған дұрыс болар еді. Я? Және қараш. Мынау нағыз AG Group башысының сөзі ғой. Я. Сеніңсің бе? Жасын, мен соңғы болған оқиғалардан кейін ешкімге сенбеймін. Бірақ бір білерім, бірден бір лайық адам ол сен. Менде Бекинвест, Түркиядағы жоба зауыт, қайсына үлгерем? Қызығы бар ғой, бұрын әкем осы істердің бәріне араласқанын қаламайтын. Қазір қорқыныш бар. Досым, уайымдамаш, сенің қолыңнан барлығы келеді. Оның үстіне Ерден аға бір жолата кеткен жоқ. Мен білетін Ерден аға ертең-ақ жұмысқа шығып кетеді. Оның ондай әдеті бар бірақ. Женя, саған рахмет. Сен болмасаң бізді не істер еді? Сенгенің үшін саған да рахмет. Барлығы шешілгеніне қуаныштымын. Ендеше тұрайық. Біздің маңызды шаруаларымыз бар, е? Жігіттер, мен кешігіп келем. Ерден. Қандай киім алсам екен, а? Райхан, ештеңенің керек емес. Сояқтан барып бәрін жаңадан алып берем. Қойшы енді сонда да бір сыпыра алуың керек қой. Бүгін заводтың ашылатын күні. Біз неғып беретті ерте алып қойғанбыз? Білмеймін. Аңсардың таңдағаны ғой. Назымын қайсыздан басын деген шығар. Райхан, осы Аңсар үйленейін деп жүрген жоқ қой. Ол бала ештеңені айтпайды. Маған араласпаңыз деп, мен араласпаймын. Дұрыс. Аңсар үлкен жігіт. Білдей, корпорацияның басшысы. Түсінбедім. Сонда сен жұмыстан мүлдем шықпақсың ба? Жоқ. Басшылар құрамында болам. Бәрін Аңсарға тапсырам. Демалам. Енді бұдан былай екеуміз саяхаттайтын боламыз. А мен қарсы емеспін. Ерден, Аңсарға сенім артқаныңа мен қатты қуанамын. Баламызды осы жағдай біраз есейтті. Райхан, өзімде есеңгіреп қалдым. Ана жақта жатқанда көп ойландым. Аңсап қуамын деп жүріп, сендерге мүлде көңіл аудармадым. Ендігі кезде уақытты басқа өткізетін боламын. Жалғыздық деген қиын ғой. Қалиман айтам, ана кісімен танысып табысқаны қандай жақсы болды айтшы. Қазір оны жалғыз қалай тастап кетер еді? Мен сол кісімен таныстырыңдар. Қалиманды жақсылап тұрып, ұзатып жіберейік. Қойшы, қайдағын айтып, сенде ұзатқаны несі? Қалжыңдай Италиядан келген соң ауылдарына барып қайтайықшы осы. Мейлі, барсақ барайық. Ол да келіңдерші деп қоймай жүр. Болды, кешігеміз енді, тез.
Қазір, Бұл тез. қазір. Ана көмектеспейсің бе? Ау! Келсеңші мынаны жабайық. Ой, bu anda жігіттер қайдан?